Бәріңізге қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте оңай, тез дайындалынатын маффиндің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: 25 грамм сүт, 1 жұмыртқа, 75 грамм секер, 25 грамм ұн, 25 грамм сұйық май, 35 грамм сары май, 5 грамм қопсытқыш, 5 грамм ванильный сахар, шым тұз және де какао, 60 грамм какао қажет болады. Мына 3 ингредиентімізді қосып аламыз. Ұнымызды, какао және қопсытқышымызды қосып аламыз. Біз кезекте сары майымызды осындай үлкенде ыдысқа салып алып, үстіне секерімізді, шым тұз және де ванильный сахарды салып алып, жай жылдамдықта миксерлейтін боламыз. Соң үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да миксерлейтін боламыз. Жұмыртқамызды үстіне салып, тағы да миксерлейтін боламыз. Үстіне қанжылым сүтімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Құрғақ ингредиенттерімізді сүзгіден өткізіп отырып, араластырып аламыз. Одан соң жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне қалауыңызға қарай шоколадтарды турап салып жіберсеңіздер болады. Немесе весовой шоколадтарда барады. Кезекте біз барлығын формаға салып шығамыз. Кезекте қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз.